Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып математика. Бірінші бөлім. 38-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандарды разрядтан аттап жазбаша қосу. Олай болса, бірінші мысалға назар аударамыз. Сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндірейік. Қане, біз екі таңбалы сандарды қосқанда баған түрінде жазамыз. Баған түрінде жазғанда ондықтарды ондықтың астына, бірліктерді бірліктің астына жазатын боламыз. Ең бірінші бірліктен бастап қосатын боламыз. Яғни, бізде 45 пен 19 санның қосындысының мәнін табу қажет. Бұл жердегі бірліктеріміз 5 және 9. Яғни, бұл жерде 5-ке 9-ды қоссақ, не болады, балалар? 14 шығады. Яғни, 14 санның бірлігі қандай сан? Әрине 4. Тек 4-ті бірлігін ғана жазамыз, бірліктің астына. Және біреуін есімізге сақтаймыз. Қане, 4-ке 1-ді қоссақ қанша болады? 5 болады. Ойдағы 1-ді қоссақ 6. Сонда 64 шығады. Қосылғыштарды ондықтарын қосқанда 5 шығады. Ойдағы біреуін қосқанда 6 шықты. Жауапты оқимыз. Қосындының мәні 64-ке тең. Енді, балалар, 47 мен 33 сандарын баған түрінде қосуды өзің орындап көр. Екінші мысал. Мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Сөйлемді оқы. Сұрақ қойып, оны есепке айналдыр. Есепті шығар. Біздің сыныпта 15 қыз және 16 ұл бар. Қандай сұрақ қоямыз? Қане, кім жауап береді? Әрине, барлығы қанша оқушы бар деген сұрақ қоямыз. Сонда біз бұл есепті шығаратын боламыз. Есептің шартын құрамыз. Қыз 15, ұл 16. Барлығын сұрап тұр. Барлығы қанша дейміз. Яғни біз барлығын табу үшін, балалар, 15 пен 16-ны қосамыз. Сонда біздің сыныпта неше оқушы бар екені анық болады. Ары қарай кеттік. Сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалған түсіндір. Балалар, жүздік бұл 3-ші разрядтың белгісі. Біз осыған дейін, балалар, біз ондық бірлікті білеміз. 2 таңбалы санды білеміз. Ал 3 таңбалы болса, ол жүздік болады. Жүздік 3-ші разрядтың бірлігі, балалар. Олай болса, біз 65 пен 35 санның қосындысын табатын боламыз. Баған түрінде жазғанымыздай, 65-35 қосқанда ондықты ондықтың астына, бірлікті бірліктің астына жаздық. Олай болса, бірлікке бірлікті қосайық. 5-ке 5-ті қоссақ 10 болады. 10 санының бірлігі 0, 1 ондығы ойда. Оны ойда сақтаймыз. Бірлікті бірліктің астына жаздық. Енді қараймыз. Ондығымыз 6 және 3. 6-ға 3-ті қоссақ 9, ойдағымен 10. 10-ның өзін жазамыз. Балалар, сонда, балалар, ондықты ондықтың астына жазамыз. Бірді жүздіктің астына жазамыз. Яғни біз жүздік 3-ші разрядтың бұл белгісі. Бірінші бірлігі. Оны естен шығармаймыз. Жауапты оқимын.
қосындының мәні 100-ге тең. Ал балалар, енді мысалдарды баған түрінде жазып, шығарып көр. 6-шы мысал, теңдеуді шеш. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. А нұсқасы 27 мен 63 сандының 63-тің қосындысына 8-ді қосу. Яғни біз 27 мен 63-ті қосамыз. Оны жақшаға аламыз және оған 8-ді қосамыз. Солай оның мәнін табамыз. Келесі өрнек. 24-ке 38 бен Б санының қосындысын қосу, мұндағы Б 19. Яғни Б-ның орнына 19 санын қоямыз. Яғни 24-ке 38 бен 38-ден азайтамыз 19-ды, одан шыққан санды 24-ке қосамыз. Содан соң оның мәнін есептейміз. 8-ші мысал. Үй тапсырмасы. Мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Бұл балалар сендерге қосымша тапсырма. Өзіндік жұмыс десем де болады. Қане, кім жылдам? Тез шығарып, мұғалімге тексертеміз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.